Любой адам дене шағысы келеді. И в целом мойындау керек, внешность, яғни сіздің дене бітіміңіз в первую очередь көзге түседі. И осы видеоны көріп отырсаңыз, сізде либо артық салмақ, либо артық сияқты проблема бар, оны мойындау керек. Егер сол проблеманы конкретно шешем деген ниет болса, видеоны соңына дейін көріңіз, барлығын түсіндіріп өтейін. В первую очередь көбісі не істейді? Программа тренировок, план питания деген интернеттен қарап алады, ChatGPT-дан сұрап алады, и соны бір апта жасайды. И то оның уровеніне келе ма, келмей ма, оны білмейді. Ол жаттығуды істей ала ма, істей алмай ма, оған да қарамай өзін қинап істейді. Бұл в первую очередь неге келеді? Результат болмайды. Результат болмағаннан кейін сізде уже хронический стресс болады. Яғни кімге кайф, мысалы таразға қарайсың, дым результат жоқ. И даже айнаға қарайсың, айнада дене бітімде ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы сол қалпы тұр. Бұл әрине ешкімге ұнамайды. И және программа тренировок, план питанияны сіздің уровеніңізге қарай қойылмаған жағдайда сізде в первую очередь нейромышечный связьға қатты нагрузка болады, восстановление жүрмейді, дененің ауруы. И то ол бір рет қана ауырмайды, негізі крепатура болу уақыты ол максимум бір апта ғана. И уже келесі тренировкаларда сізде дене ауырмау керек. Только қандай жағдайда ауырады, периодизация қосқан кезде. Бұл уже профессиональный тілге кетіп қалады, поэтому дальше больше қарапайым тілмен жалғастыра берейін. Көбісі сол программа тренировок, план питанияны қарап алады, ол оған келе ма, келмей ма, оның может быть асқазанында метаболизмде проблемалар болуы мүмкін, или ол продуктылар оған болмауы мүмкін деген сияқты мәселелер бар. Поэтому интернеттен алынған программа тренировок, план питания бұл жұмыс жасамайды. Жұмыс дегеннің өзінде максимум 20-30-40% қана жұмыс жасайды. Бірақ ол проценттер бізге нәтижені көруге өте аз. Себебі көбісі тез нәтижені көргісі келеді. Максимум бір ай істейді, бір айда нәтиже көрмей барлық спортты қойып кетеді. И поэтому мотивацияны, дисциплинаны ұстап отыру үшін әр апта сайын кіші болсын нәтижелерді көріп отыру керек. Нәтижелерді көрмегеннен кейін сізде уже таразға қарайсыз, айнаға қарайсыз, ешқандай нәтиже жоқ. В первую очередь хронический стресс болады. Хронический стресс болғаннан кейін сізде уже өміріңіздің берекесі кетеді. Новый программа құрасыз, новый план питания барлығын қайттан бастайсыз, ол плюс организмге тағы да побольше стресс береді. Мен нақты система құрмай тұрып, көрген нәрсені жеп салмақ қосу үшін артық салмақ жиналған кездерім де болды. И плюс асқазанмен үш рет проблема болды. Біріншісі гастрит, кейін язва, кейін деп сол құрышек. И солай операциядан бірақ шыққан болатын. И плюс сол кезде артық салмақ жинадым. И артық салмақ жинаған себебім мен тамақ қою үшін салмақ қосасың деген принципті ұстанып артық салмақ жинадым. Артық салмақ жинағаннан кейін не болды? В первую очередь артық салмақ кезінде болатын нәрсе бұл бізде тестостеронның эстрадиолға ароматаза болуы. Яғни тестостеронның эстрадиолға женский гормонға айналады. Ол женский гормонға айналғаннан кейін не болады? Бел аймақтарында, именно боктарда жер жиналады. И плюс ең үлкен опасності бұл жерде никомастия, яғни женский грудь шығып кетеді. Женский грудь шығатын болса, уже сізде футболкадан ол өте қатты білінеді. И еркек адамға женский грудьпен жүру өте ұят нәрсе. И в целом еркек адамға формада болған абзалырақ. И мен уақыт өте келе система құрып бастадым. Системаны жұмыс жасаудың арқасында, яғни программа тренировок, план питания интернеттен қарамай, как положено тренерский курс білім алып, кейін деп барып система бойынша план питания, программа тренировок барлығын определенный өзімнің уровеніме қарай қою арқылы 25 килограммнан бір айдың ішінде 62 килограммға дейін жинай алдым. Барлығы негізі өте қарапайым. Просто білу керек нәрсе ол сіздің уровеніңіз. Яғни сізге нақты схема керек. Сіз мына упражнение істей аласыз, и осыдан осынша подход, осынша рет. И сіздің жейтін тамағыңыз осындай, осыдан жеп баратасыз, и мына күні салмақ өлшейсіз, содан шыққан результатқа қарай салмақтың дозировкасын өзгертеміз деген сияқты сондай нақты схема керек. Сол арқылы сіз өзіңіздің мотивацияңызды бақылатпайсыз. Неге? Себебі әр апта сайын сізде прогрессия нагрузка болады, яғни жаттығудағы күшіңіз өскенін байқап отырғаннан кейін, значит, жаттығудағы күш өссе, сізде бұлшықетте де бәле болып жатыр деген сөз. Себебі егер сіздің бұлшықетіңізде ешқандай өзгеріс болмаса, онда жаттығудағы бұрынғы салмақты сіз сол ретке ғана ала аласыз. И поэтому білуіңіз керек, сіздің егер жаттығудағы прогрессияңыз өсіп жатса, значит, бұлшықетте де өзгеріс болып жатыр деген сөз. Дәл осы принциппен мен Қуантқан деген жігітпен бір жыл бойы жұмыс жасаған болатынмын. Ол жігіт ешқандай залға барған жоқ, и питанияны да кәдімгі қарапайым ауылда тұратын бала сол жерде ұстап бастады. И положено апта сайын прогрессия, питание барлығын қарау арқылы бір жылдың көлемінде 40 килограмм салмақ тастай алдық. И тек бұл жігіт қана емес, одан бөлек Есенгелді, тоже самый 3 айдың ішінде еще бұл жігітте грыжа болды. Мысалы бағана айтқанымдағыдай, ютубтан, интернеттен қараған программамен істейтін болғанда ол грыжасын еще больше құртып алатын еді. Индивидуальностьтың арқасында біз грыжасына ешқандай нагрузка тигізбей, или даже оның грыжасына плюс беріп, яғни жазылуына да себебін тигізіп, бір айдың ішінде 54 килограммнан қателеспесем 61-62 килограммға дейін шыға алдық. Одан да бөлек Ерсұлтан, бұл жігітте де плюс 7 килограммдай болды. Формасы тоже самый осындай өзгерістерге ұшырады. И Нұруйса деген жігіт, ода да тоже самый салмақ қосылмады, ода тек рекомпозиция. Так, мысалға схемаға келетін болсақ, қарапайым турникті алайық. Бағана айтып өткендегідей, бір жаттығуда бізде прогрессия болса, сол жаттығуда жұмыс жасайтын бұлшықеттер, яғни дамып жатыр деген сөз. Допустим, сіз 10-15 рет тарта аласыз. И сіздің количествоңыз өсетін болса, сіздің бұлшықетіңіздің шыдамдылығы артып жатыр деген сөз. Ал оны еще больше арттыру үшін бір қарапайым схема, ол әр 1 сағат сайын на максимум турник тартылу. Әр 1 сағат сайын емес, әр 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат араға отдых салып, күнделікті стабильно тартылу.
солай сіз жасау арқылы бір айдың ішінде подтягиваниені 25-30-ға дейін жеткізе аласыз. Ал енді дене шығару жағына келетін болсақ, бұл біздің денемізді толық қалыптастыруға жеткіліксіз. Неге? Себебі турникта бізде тек қана арқа и бицепс қана жұмыс жасайды. И плюс предплечье тоже іске қосылады, бірақ ондай қатты арнайы акцент қойылмағаннан кейін предплечье қатты дамымайды. Ал толық даму үшін бізге кәдімгідей барлық жаттығулар керек. Залға бару не обязательно, по-любому. Көкірек, аяқ, барлық жерге біз жаттығу жасауымыз керек. И то жаттығуды біз схемамен, как положено, өзіңіздің бодиюингіңізге сай, күшіңіз жететін бестармен, дұрыс повторение, дұрыс периодизациямен жұмыс жасауымыз керек. Сол кезде бізде нәтиже 100% болады. Мен бұл системалардың барлығын түсіну үшін Қазақстанның ішінде Акон жимнан и плюс Invictus тағы да басқа жерлерден курс алып, тренинг курстарды оқыған болатынмын. Соның ішінен барлық білімдерді жинадым. И одан бөлек шет жақтағы Калис Рама, Максим Рудометов деген сияқты воркаутерлердің, яғни сіздер танисыздар, может танымайсыздар, мировой уровеньдағы воркаутерлерден программа тренировка алып, солардан консультация алу арқылы түсінген схемалар болатын. И бұл схемалардың барлығын мен подробнее түсіндірмей, тек қана готовый форматта сіз просто көріп алып істей алатындай қылып бұл жерге жинап қойдым. Бұл схемаларға мен общий 500-600 мыңдай ақша құрып тастадым. Поэтому бұны енді сіздерге 100 мың, 200 мың бағада емес, қолжетімді бағада 20 мың теңгеге ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде не аласыз? Бағана айтылған схемалардың барлығы, бағана берілген нәтижелерді сізде жасай аласыз. Яғни сіз өзіңіздің әдемі денеңізді сатып аласыз. И плюс денсаулығыңызға деген бұл инвестиция болады. Ешқандай травмасыз, как положено уровеньдармен система арқылы жұмыс жасау арқылы сіз смело салмақ қосып, немесе салмақты тастап, денеңізді шығара аласыз. Яғни рекомпозиция болсын, салмақ қосу болсын, артау болсын, кез келген жерде бұл упражнениялар, бұл система жұмыс жасай береді. И бонусқа сіздерге өзімнің турникта, яғни менде 45 подтягивание рекорд болған, сол программа тренировкты бонус ретінде тегін беретін боламын. И және арықтау мен салмақ қосуды тездететін екеуіне де екі түрлі план питания сіздерге тегін беріледі. Енді өзіңіз ойлаңыз, сіз киім алған уақытта әрбір киімнің бағасы минимум 15-20 мыңнан басталады. Мейлі енді кейбіреулердің жағдайы төмен, базарға барып 6 мың, 7 мың, 8 мың теңгеге табады. Бірақ ойлап қарайтын болсақ, киімге біз жылына бір-ақ рет емес, 3-4 рет расход тоқтамыз. Сыртқы факторларға біз ақшаны құртуды жалко деп қабылдамаймыз. Ал енді уже білімге келгенде, өзіміздің денемізге форма жинау мақсатына келген кезде уже ақша жалко сияқты сезіледі, бірақ ол олай емес. Сіз бұл жерде өзіңіздің әдемі денеңізді сатып аласыз. И плюс денсаулыққа деген инвестиция без травмы. Егер сіз травмалатын болсаңыз, будущем дәрігерге еще больше ақша кетеді. Әрбір дәрігердің консультациясының өзі минимум 15-20 мыңнан басталады. Поэтому 20 мың теңгені өзіңіздің денеңізге инвестиция ретінде құю, бұл ондай қатты көп сумма емес. И плюс мен алғашқы 50 адамға 5 мың теңгеге жеңілдік жасағым келіп отыр. Дәл қазір сізге бот 5 мың теңгеге оплата чек барлығын жібереді. Сол жерден оплата жасап, жаттығудың барлығын бүгіннен бастаңыз.